Ақтөбеде қарулы күштер мен құқық қорғау органдар арасында қоян қолтық ұрыстан Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Оған президенттің қауіпсіздігін қорғау қызметінен бастап, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қылмыстық атқару жүйесі, ішкі істер органдары мен қаржы полициясының өкілдері қатысуда. Чемпионат жыл сайын еліміздің әр облысында ұйымдастырылады. Алысқан алып ұратын спортшылар туралы тілшіміз әңгімелесін. Қоян қолтық ұрыс қарсыласты жеңудің ең тиімді тәсілі дейді Астанадан келген Әсет. Өзі ұлттық қауіпсіздік комитетінде қызмет етеді. 2009 жылдан бастап спорттың осы түріне ден қойыпты. 2012 жылы 60 елдің мықтысы қатысқан әлем чемпионатының жеңімпазы атанды. Ақтөбеге де асқан дайындықпен келіпті. Жаңа дамып келе жатқан спорт қой. Бәрі жастар, бәрі сонда осы спортқа келіп жатыр. Онда арасына баратында, онда қолмен де, аяқпен де, күреспен де жан-жақтан білу керек та. Чемпионат 9 салмақ дәрежесі бойынша өтіп жатыр. Еліміздің әр өңірінен 72 адам қатысуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша қоян қолтық ұрыс қарулы күштер мен құқық қорғау органдар арасында кеңінен дәріптелуде. Қызметкерлер біз қылмыспен қарсы күресеміз ғой. Соған қарсы өздерін қолдану керек сондай жағдайда. Сондықтан осы жаңағы қоян қолтық несіне жастар арасында да басқа да көп қатысады. Сайдың тасында еріктелген спортшылар өзін-өзі қорғау және суық қару кезеңген қарсыласқа тойтарыс беру тәсілдерін көрсетті. Қатысушылардың көбі өз ісінің шеберлері, ел емес әлемдік сайыстарда топ жарғандар. Бұл олимпиадалық спорт емес, олимпиада түрі емес, сондықтан қызығушылықты аздау еді. Бірақ біздің Қазақстан құрамасы үлкен-үлкен әлем чемпионаттарында, Европа чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында топ жарып, елдің көк туын желбіретіп, үлкен нәтижеге жеткен кезде қызығушылықтары туылған жастар өте көп болды. Чемпионатқа ұлттық және халықаралық дәрежедегі төрешілер төрелік етуде. Сайыс 3 күнге созылады. 100-ден жүйрік шыққандар сол кезде анықталады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе 24 КЗ.